Allahu Akbar, Allahu Akbar. Кім Аллаға бойсынса, вар Расул елшісіне бойсынса, фаулаика мағаллазина анғамаллаху алейхим, міне бұлар Алла тағала тура жол, бойсыну, мықты мінез деп бөлеген, нығметіне бөлегендермен бірге қой дейді. Кімдер олар дегенде бірінші орында минен нәбиин, пайғамбарлардың қатарында, пайғамбарлар екен бірінші. Одан кейін уас-сиддиқин, сиддиқ, біз үшін белгілі сиддиқ ол Абу Бакр радиаллаху анху. Ойнаңыз. Сахабалардың күллісі сондай, мысалы айтайық дейік. Бірақ жалпы пайғамбарымыздан сертификат алған ауызша, жаңағыдай кәдімгідей Абу Бакр, сиддиқ. Ол еш нәрсені ұстай алмайды пайғамбарымыз сөйлеген кезде. Түсінді ме? Болды Алланың елшісі. Міне. Өзің сұрады, ол соншалық ұстай алмайды, ол тіпті күллі малын әкеп жасаған. Ал енді сондайларға өлім сәтінде жаңағындай қарсы алынбаса, ал біз үйтіп қарсы алынуға бізде бар ма? Көріз ғой. Біз аямшақпыз. Бірде береміз, бірде бермейміз. Ашулансақ бермей қоямыз. Ренжісек бармай қоямыз. Бізде осындай мінездер бар, бірақ намаз оқимыз. Тахаджуд оқып аламыз, мен түсінбеймін, туысқандарды дейміз. Міне, сондай нәрселер бізде көп. Сондықтан сол нәрселерді өзіміз емдемесек ол. Ол солай бізбен бірге қабірге барады ертең. Қабірге барады, сосын байлайды барзақта жолымызды. Ал Алла ма әділетсіздік істеген сонда бізге? Жоқ, мен. Сол күні жылайтын да мен, сол күні қиналатын да мен. Барзақта мен сол қателіктерімді, сол жерде мен жазамды шекем. Ойлай бермеңіз, біз мысалы жеңіл ойлап кетпейік. Барзақта керемет деген нәрсе болады деп. Олай дайындалуға Алла тағала бізге рұқсат берген жоқ. Бізде қорқу Алла тағаладан, сосын үміт ету, сұрау деген нәрселер. Сонда жаңағы аятта оған сәлем беріледі. Оң жақтағылардан деген кезде пайғамбарымыздан андай бір хадисінде жеткен. Фаятуна бихи иля арвахил муъминин. Жаңағы қабірдегі барзақ әлемінде емтихан бәрін өтіп біткеннен кейін, мысалы, анау мынау күнәлары нелері жоқ болса, байлайтын нәрселер жоқ болса, жаңағы құстың ішіне қарай кіргізілетін жағдай болса, оңшылдардан. Онда сол өтіп баратқанда тура өзінің дәрежесіндегі оңшылдарды кездестіреді екен. Олар да дәрежелер. Түсіндіңіз ба? Олар да әртүрлі дәрежелер. Өзі сияқты дәрежедегілер жиналады. Өзі сияқты дәреже. Фаятуна бихи иля арвахил муъминин дейді. Өзінен бұрын өсіп кеткен мұъминдердің аруақтары. Аруақ деген сөздерде осы жерлерде ғана сол жаңа дұрыс түсініңіздер да. Рухтар деген сөз ғой. Сол мұъминдердің рухтарымен кездеседі. Сенімді хадистегі пайғамбарымыздың айтылғаны, сонда айтатын нәрсесі олар мәзә фаала фулан ибн фулан дейді екен. Оңшылар ішіндегі жаңа тақырып, пәленшенің баласы пәленше не істеп жүр? Осы жерден көріңіз енді, ғайыпты біле ме, білмей ме олар? Пәленшенің баласы пәленше не істеп жүр? Пәленше әйел не істеп жүр? Мысалы біреу қызын сұрауы мүмкін, немесе немересін сұрап отыр ма дегендей. Жаңа хадистің мәтінде таңғаласыз, сахих хадисте. Сонда хәл тазавважат, күйеуге шықты ма деп те сұрайды дейді. Оңшылдардың о жақта да мінездері бар екен. Бірақ жақсы өткен, иншалла. Күнәсінен таза, жаңағыдай шамасы келген нәрселерді істеп, Алланың рахмет оңшы болып кеткен. Сондай сұрақтар қойып жатқан кезде, жаңа періштелер айтады екен. Дағуху, иннаху қад балаға мин хаммид дүния. Мына дүниеде уайыммен өмір сүріп келді ғой өзі дейді. Мына сөзге қараңыз. Мұъмин, уайыммен өмір сүріп келген мұъмин осындай жағдайға жеткізеді екен Алла тағала. Енді біз қарайық. Мен уайыммен өмір сүріп жүрген мұъминмін ба? Осыны ойлайық біз. Бұл ақыретті уайымдап, міне емтиханның бәрінен өтіп, рухы шығып, өзі де болдырып, шаршап келді, мазасын алмаңдар дейді екен періштелер. Сонда аналар қоймайды дейді. Пәленшенің жағдайы не болды? Деген кезде, сонда таныс адамы кеп қойған кезде аты. Ол менен бұрын кетіп еді ғой деп айтады екен.
сіздерге келмеді ме әлі? Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деген жаңағы рухтар. Расымен де біз Аллаға тәнбіз, және Аллаға қарай ораламыз қиямет күні. Онда әлгі тозаққа кеткен екен ғой дейді. Яғни барзақтың жаман жағына кеткен екен ғой, ертеңгі тозақпен аяқталатындай деген нәрсе. Әлгі хауияға кеткен екен ғой дейді. Қария сүресіндегі. Ол неткен жаман ана дейді, ол хауия деген азап барзақтағы. Ол неткен жаман тәрбиеші деп қалады екен да, сөйтіп ары қарай жағаны алып кетеді. Яғни осы жағдайлардың бәрі пайғамбарымыздың жеткен сахих жаңағы хабарларындағы мәтіндерін үзінділермен беріп жатқан. Күллісінде ешқандай күмән жоқ, сенімді нәрселер. Сол жерде олардың да ғайыпты білмейтінін істеп жатыр, көрініп жатыр. Пәленшенің жағдайы не болды дегенде. Өйткені олар барзақта сондай бір рақатқа кірген ол. Оған мүлде қазір ештеңе керек жоқ. Түсіндіңіз ба? Мына дүние толған не нәрсе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай: "Валам ябқа мина дуnya илля балаун ва фитанун" дейді. Мына дүниеде мен кеткеннен кейін дейді, жалпы бір табиғи апат, сондай бір әртүрлі сынақтармен, сосын рухани сынақтардан басқа түк қалмады дейді енді. Анау мынау жаңағы ғылым тағы басқа бірдеңке дамып адамдар өмірлерін сүре береді, ел болып не болып. Бірақ енді заман қияметіне қарай жақындай бастаған кезде сол жаңағындай нелер де көп болады. Рухани азғын, жаңа тура жолды жоғалтып алу, сынақтарды ұстай алмау, бойсынуды жоғалтып алу деген сондай фитналар ылғи, сондай өз нелері, нышандары әртүрлі өздеріңізге белгілі. Сол нәрселерден басқа нәрселер қалмады деп пайғамбарымыз жаңағы тоқетерін айтқан. Яғни бұл сөз арқылы пайғамбарымыз нені қалап тұр? Адасып кетуден сақтаныңдар. Адасып кетпесеңдер, табиғи апаттар, пәлелер келмейді. Сақтай аламыз өзімізді Алла Тағаладан, тек солай ғана деген.